Ассалаумағалейкум достар, біздің баға YouTube арнасы. Бүгін біз кезекті шығарылым түсіргелі жатырмыз. Бүгінгі түсірілім ерекше. Себебі олай айтатын себебіміз де бар енді. Өйткені біз Қызылорда қаласында индрайвермен күніне қанша ақша табуға болады, соған эксперимент жасайтын боламыз. Сондықтан бүгін мен индрайвермен таксопкеге шығамын. Бір сөзбен айтқанда, қанша табамыз, мен сіздерге көрсетем. Если басқа платформада, басқа таксопарктермен жұмыс істейтіндер болса, қарап отырыңыздар. Сіздерден аз табамыз ба, көп табамыз ба? Бізде енді сағат ровно түскі 1 болып жатыр. 1-ден бастап жұмыс жасаймыз. Қанша табатынымызды көретін боламыз. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Так, достар, бірінші енді индрайверге кіріп алайық. Индрайверде менде менюста тұру керек. Ақша салып қоямыз оған. Жерде малы деп тұр. Қазір пополнить дейміз, 141 теңгедей. Через Каспий. Так, бір примерно 800 теңгедей салып қойайық. Бұлай көрсетейін сіздерге. 800 теңге болып қалады. Как раз 2800 деп. Міне индрайверге түсті, алып бісмілләдік қазір. Бізде қанша беріп тұрғанын көреміз. Улица Айтекеви, Сұлтанбаева деген жерге дейін 600 теңге дейді. Так. Бірінші ашып кіріп алайық. Заказдар қанша отқан. Мен қазір Шұғыла деген жерде тұрмын. Папам больницада жатқан, соған обедте келдім, енді ары қарай бір контент түсіріп тастайын деп тұрмын. Микрорайон Лейберг дейді, 800-ге дейді, аламыз. Ой, алып кетті уже. Біздің Қызылордада бәрі жылдам. Тарс алып үлгермесе қалып қойды. Микрорайон Шұғыладан қорқытата дейді, 400 теңге аз. Ани Мұратбаевтан Аякбар Пазылов деген қай жерде екен? Проспект Астана жағы екен. Нормально? Кеттік 650-ге. Міне навигаторды қосып жібереміз. Поехали болса поехали. Мына жерде тұрген. Алып алайық. Алпысымда. Ал міне бірінші заказ орындауға шықтық. Бісміллә деп. Қай жерде тұрғанын біліп алсаң болды. Қызылорда кішкентай. Бірден тауып баруға болады. Достар, бүгін жұма уақытында влажный салфетон көрдіңіз бе машинада тұрған. Садақа есебінде мешіттің жанындағы машиналарға тастап отыр екен. Қабыл етсін. Достар, жаңа клиентім жақындаған кезде отмена басып жіберді. Отменить дегенде дәл қасынан тағы да бір Лейбергке 700 теңгеге заказ түсті, қабылдап алдық. Бір жақсы жері индрайверде клиентті өзіңіз таңдайсыз, және қанша сумма беретініңізді өзіңізде қоссаңыз болады әрі қарай. Сондықтан приложение қарапайым, бірақ енді услуга қанша ұстайтын бәрін соңында көретін боламыз сіздермен бірге. Комиссионный Астана деген көше. Қызылордалықтар көріп отырса
пікір жазып отырыңыздар. Парақшаға комментарий қалдырыңыздар. Мына бетке өтуім керек. Нейрометтен аламын қазір. Осы клиентті Дейберге апарамын қазір. Так, достар, мына тағы екінші заказымызды орындап тастадық. 700 теңгеге. Мына Дейберге пассажирге 5 жұлдызын беріп жібереміз. Ренжітпей. 4-ші мектеп анау-мынау деген шығып жатыр. Арбат жақта оған желание жоқ. Бір шамал объемды, ауқымды заказдар болса, оқайық. Астананың бойында 750 берейінші. Дәл жаңағы мен әкелген жерге осы жақтан сол жаққа шығып тұрған. Артынан машина келе жатыр. Алмады. Қазір басқасын көретін боламыз. Бұлардың арасында тұр едім. Микроэлемент. Колес средний без искалко. 500-ге алып жіберейін. Так, алып алдық. 500 теңгеге нормально. Ирелең жолдармен шығып барады екен ғой қазір. Так, достар, осылай. Заказдар жемен орындап жатырмыз. Көрейік енді қанша табатынымызды. Жұмыс істеуге болады екен. Барлығын айтатын боламыз. Ал кеттік, мен тағып алайын, жол болсын. Жолда камерасы ұстап оңдамай қой, андай тық дейтін камерама бүйтіп қадап қоятындарын әлі алған жоқпын. Алғанда негізі бар, үйден іздеп тауып алу керек. Өйткені бұл экшн камерамен түсірмегелі біраз уақыт болды. Былай қарай екен. Ар жақта екен біздің клиентіміз. Қазір. Солай достар. Кеттік ал. Так, бір заказды орындадық. Түсті. Так. Завершить басамыз. Музыканы сөндіріп қою керек, өйткені ютубқа музыкамен қосуға болмайды. От двери до двери дегендерге желание жоқ. Машинадан түсуге. Екінші көлінің кварталы дейді. 6 ресторан. Так, бұл жаққа қатты желание жоқ. Заказдарды қарап отырамыз енді осылай. Былайша жігіттер табуға болады негізі. Кеше от старыйыне қате болады 400 теңге. Пропустить етіп жібереміз, өзінше кәмпір кісі болып қаласың ғой. 6-шы шыққа апарып тастасам деген. 700 теңге бір басып көрейін. Если 700 теңге қабылдап жатсам, апарып. Болмаса 600 теңгеге апара береміз ғой негізі. Так. $153. Mana menен 300 метр жерде тұр. Деп қоямыз. Все, қабылдай берейін. Беріп тұрған жар. Ой, енді бұл кісіде өзінше болып баған жайы бар енді. Қызылорда мына. Қызылорданың бейнесі.
бүйтіп астынан түсірсем Астана ұқсап, Москва ұқсап көрінейін деп тұра беріп ше. Так, алтын шашқа бір жіберіп көрейік. Қабылдай ма екен? Қабылдаса қабылдап апарып тастаймыз. Все, қабылдады. Алтын шашқа апарамыз. Навигатор қосып жібереміз. Қай жерде тұр екен бұл кісі? Универсам. Киоск фастфуд дейді. Так, арт жақта екен. Арт жаққа барамыз. Айналып барамыз қазір. Қалашы кішкентай, таңертеңнен шығып, кешкі бір час пиктен өткізіп жібергенше таксовать етсеңіздер болады, болмаса жұмыстан кейін шығып такси ұрсаңыздар да болады, тастақ қысымын. Түнде көлік көп болмайды, сондықтан қолайлы кезеңдер бар. Мына жерден кіреміз қазір. Сен үшін маған. Ой, так, қай жерден кіреміз? Осы жерден кіреміз. Так, достар, кезекті заказды бітті. Енді жаңа заказ іздеп жатырмыз. Мына 2-ден 10 кетті. 1 сағаттың ішінде 2144 теңге тауыппыз. 4 заказдан. Сонда бір где-то 525 теңгеден болып тұр ғой. 136 километр жүргенбіз. Қой 136 километрміз, километраж, 15 километр. Бәсі. Плата за сервис 306 теңге услуг ұстапты. Так, заказдарды алайын енді. Микрорайон Астана бір 800 теңге сұрайды да, әкесін құнын сұрап. 4 ғой ол ар жағы. Сондықтан 800 теңгеге стоит деп ойлаймын. Если клиент алып жатса. Жақын жер емес. Болмаса өзі біледі. Бұл жақта абай болмасаңыздар, андай бойдақ жігіттер болады ғой. Қыздарға шамалы слабилау. Андай фотоларына апашкілеріне жас қыздардың суретін қойып қойып, жігіттерді атын бәрін қыздардікін толтырып ше. Отырғызбағанда үлкен кісілер шығады. Ана қызым еді ғой деп байқамай арзан суммаға алып қаласың да. Осындай случайлар болып тұрады негізінде. Ана 800-ге сындырып алайық Самат дегенді. Бұл Саматта сынбайды екен деп ше. Мен клиент іздеп көріп отырмыз. Бірден шап-шап етіп ұстап алу керек, әйтпесе кешіп қаласыздар. Бірден жармасы болу керек. Қазан-Тайбадан Астана 4-ке 700 теңге сұрап тұр. 700 теңге нормально ма? Бара берейін ба? Клиенттердің көңіл үшін қабылдап жіберейін ба? Не дейсіздер?
Менен 1 километр жерде тур. Астана деген Таспы жакка билесиздерби? Мен мына Лукас дегенге карама каршы турмун. Алтын шашка карама каршы мен. Мынакта кой алтын шаш. Айтпакчы, каналга тиркелип лайк басып коюңуздар. Биздин бага YouTube арнасы. Осындай шамал коллаборация болсын деп осындай туындыларды да чыгарып атырмын арасында. Колдап коюңуздар. Самат. Не істейміз саматты? 800 теңге басып өтім, сынбай. Не активен дейді. Біреулер алып кетті походу 700 теңгеге. Просто менде газ емес, ол былай жүре беретін бензин. 1,6 объем, Kia менде. Так, көреміз қазір. Микроайын бәйтерекке. Ой, алып кетті ол. Алып кетті. Мұстафа Шоқойға 700 теңге берейік, 700 теңге берсе, нормально 187 деген. Әттемі. Міне 700 теңгеге микрорайон Астанаға барғанда микрорайонның өзіне бара салған дұрыс, тастап жаққа. Мына жерден алып аламыз қазір, ал жол болсын. Так, достар, микрорайон Астана 4-ке ақыр 700 теңгеге алдық, бірақ буфет сети болашақтан 700 теңгеге алып тұрмыз. Жолымыз болып тұр десе де болады. Мұны көрдіңіздер ме? Сонда Құдай қаласа Байтұрсыновқа дейін 1,700 теңге, Байтұрсыновтан кейін мына буфет сетиден Астана 4-ке дейін тағы 700 теңге. Бағана енді бұйырған деп 700 теңгеге алсақ 700 теңгеден құр қалады екен біз, достар. Мына қала іші патрульдік полициялар бізде Қызылордада көп екенін білесіздер. Мен осы кеше таксовать еттім. Қалай болады екен көрейінші деп. В принципе жақсы. Енді бүгін сіздерге YouTube'ға сол дайындап, қалай болатын бәрін үйреніп алдым. Сондықтан таксовать етсеңіздер болады. Бірақ андай газ машина болса өте жақсы қала үшін. Бүгіндікке бензин құйған жоқпын. Менде де былайша 1,6 объем, ондай қатты не жоқ. Расход жоқ. Мына грантылар. Газ салып саған. Қазір біз неге барамыз? Буфет сетиге барамыз. Буфет сетиден Астана 4 Қызылордадағы новый микрорайондар көрсетеді. Пешеход жіберіп қою керек. Апамыз асып тұрмай. Кеудемде асыл ой ақтарады деп ше. Яна емес деген башы береді. Мың теңгеден заказ алған жоқ, бірыңғай 700-600 ұрып жатырмыз. Так, Агропром бизнес-центр дейді. Қарлығаш. Біздің дәл жанымыз бекен Агропром бар. 800-ге алса қалай.
көп көп агропромдан келіп тұр, өзіміз қайттан агропромға баратын болдық. Бұл жақтан шығып кету керек енді. Ал 800 теңгеге. Картаның қуаты бар енді, қатты мән беруге болмайды. Бізде микрорайон Астана 4 деген жер. Бұл жақта үлкен қала болып қалыпты. Доле бум. Так, бұның бір жақ жер набережке орналасқан. Ат жақ набережкеде жүрсеңіздер болады. Серуендеп. Мына жайлы мектеп салып тастаған. Қолайлы жағдай жасап. Дария мұз қатып отыр. Ана мынау Дария емес, Сырдария. Ал келіп тұрмыз клиентке. Жалпы индрайвермен былайша отбасын асырап отқан жандар бар ғой. Бұл жақта бонус берілмейді. Бірақ осындай жақсы қолжетімді, бағаңды өзің қоятының сондай артықшылығы да бар да. Клиенттерді пропустить ете саласың мына жерден. Алмай жатсаң заказда. Оған сенің бағаң, оценкаң еш нәрсең түспейді. Мына клиентім түсіп келатыр. Так, достар, агропромға келіп тастадық. Енді клиенттер қараймыз. Нұрай деген магазинде. Базарға қарай кіріс, осы қарай кірген жоқпыз. Так, достар, кезекті заказды орындап келе жатырмыз. Соған әбеттен болмасам қиын бойын деп тұр. Бір сағаттай перерив. Соң клиентті белгіге әкеп тастап шығып жатқан жайым болады. Қазір деген түскі уақыты. Часпектің уақытында вообще қызы. 3360 теңге, 69 теңге тауып тұрғанбыз. Только за поездки 3850 теңге тауып тұрғанбыз. Болады бұлайынша. Қазір деген 600-700-ден ғой, енді ірі заказдар ең шығады қазір. Сейчас мектеп басталады. Соған дейін әл-ауқат жинап алайық. Ал достар, сәл перерывтен кейін қайтадан шықтық линияға. Час пик басталайын деп жатыр. Сағат ровно 5 болды. Алғашқы заказымызды алып жатырмыз. Енді түстен кейінгі алғашқы заказымыз. Міне 500 теңгеге алып жатырмыз. Енді Мұстафа Шоқойдан Әлкей Марғұланға дейін. Kesinlikle alız тұрмыз. Мен енді көріп жатыр енді. Болат деген бағаларды ғана алып жатырмыз, чтобы сіздерге жақсы баға беріп жатқан или бермей жатқанын көрсету үшін. Так, қайта оралдық. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдап қойыңыздар. Ал достар, дала деген қараңғы болды. Күн батты. Мына. Так. Кешкі баға бізде сағат 19:00-ге 3 минут қалды. Бағалар өсіп жатыр жаймен. 1000 теңгеліктер шығып жатқан жаңа. Кеше ғана алған жігітті бүгін тағы алдым. Кеше бір жігітті
футболға апарып тағам. Бүгін тағы сол жаққа Бауыржан деген жігіт Арман кафеге депті бұл жолы. Тасбөгеттегі апарып тастайын деп тұрмын енді. Ал достар, бүгінгі жүрісім осымен аяқталды ау деймін. Сағат менде міне 20-дан 7 кетті. Ужин ішкен жоқпын, енді кешкісін өздеріңіз білесіздер ғой, 3-тен өте шықтым. Былайша қанша тапқанымды көрсетейін сіздерге. Мына жерде жазылған 11.450 теңге тапқанмын сағат 1-ден бастап. Енді ортасында 1,5-2 сағат перерыв бар. Так 17 заказ орындағам. Негізі азаннан шығып не қылса жақсы жасауға болады. 101.000 километр жүргем. Где-то бір 10 литрге жетпейді енді, менің 9-8 литрде жеген ғой. Мына так заказдарымның несі алған. Осындай заказдар орындағам енді. Так, мына жерде процентін алып қалып отырған. Мына солысымен көрсетіп тұр жалпы. Жалпы 11.450 теңге 17 заказға орындадым. Осылай ағайын. 17 заказға қалай жақсы ма, хабарын беріңіздер, енді төменге жазыңыздар. Тағы да видеолар түсіруге болады. Басқа таксопарктерге, Яндекстерге не дейсіздер, түсірейін ба, түсірмейін ба, хабарын берсеңіздер, комментарийге жазсаңыздар. Если индрайвермен таксовать етіп жүрген жандар болса, осы видеоның ссылкасын жіберіңіздер. Бұл қазақ контентін дамытайық. Бәріне проба жасау керек, бәріне тексеру керек, эксперимент жасау керек. Осылай. Тапқан ақша осындай енді. Менде қазір 9 волейбол бар. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Жақсы.